Ресейде ішінара мобилизация жарияланған бойда халқынан маза қашып, біраз елден кетіп жатыр. Соның ішінде басым бөлігі Қазақстанға қарай бет алып жатыр. Шекараның арғы бетіндегі кептеліс мына жерден анық көрінеді. Анекей. Вы в связи с мобилизацией, да, уезжаете? Нет. Мы в отпуск. Ваше отношение к мобилизации? Я не знаю, но Без я не комментариев, буду, наверное, да. Бұл жерде таксистердің саны күрт артып кеткен екен. Ассалаумағалейкум, достар. Ресейде ішінара мобилизация жарияланған бойда халқынан маза қашып, біраз елден кетіп жатыр. Соның ішінде басым бөлігі Қазақстанға қарай бет алып жатыр. Біздің Батыс Қазақстан облысы Ресейдің 5 облысымен шектеседі. 6 бірдей өткізу бекеті бар. Соның ішінде ең үлкені Сырым шекара бекеті. Біз дәл қазір сол жерге бара жатырмыз. Куәгерлердің айтуынша сол шекара бекетінде ұзын сонар көлік кептелісі болып жатыр екен. Мән жайды қазір көзбен көріп, зерделеп қайтамын. Бұл жүк көліктері елден шетелге шығып бара жатыр. Мұндай кептеліске көз үйренген, сондықтан қалыпты жағдай деуге болады. Қазір жұртты алаңдатып отырғаны шекараның арғы бетіндегі кептеліс болып тұр. Шекараның арғы бетіндегі кептеліс мына жерден анық көрінеді. Анекей. Қазір жақындатып көрсетуге тырысамын. Очереди много там, да? Ну, очередь большая фур и легковушек. Людей не очень много. Вот. Но в целом все очень организованно, все проходит. Людей пропускают. Вас из-за ребенка, да, быстро Нас пропустили? быстрее, да, беременных и с детьми пропускают вне очереди. Ну, вам, наверное, уже давали этот вопрос, цель приезда в Казахстан. Мы туризм, у нас отпуск, у ребенка завтра день рождения. А вы раньше были в Казахстане? Нет, впервые. То есть решили именно сейчас, да, посетить? Ну, сейчас совпало так. Ну, вы слышали, да, что? Естественно, То есть конечно. вас не испугали вот эти вот очереди? На самом деле, мы когда узнавали, еще очередей таких не было. Может, просто Вчера так... говорили, еще больше были в очереди. Да? Так что, я так понимаю, мы еще легко отделались. А вы родом откуда? С Мордовии. То есть, в смысле, вы не с Самары, да? Нет, не с Самары, не не с с Самары. Скажите, а вы, ваше отношение к мобилизации? Я не знаю, но Без я не комментариев, буду, наверное, да. высказываться по этому Я поводу. думаю, все и так прекрасно понимают любое отношение. Поэтому без комментариев. Вы подлежите мобилизации? Входите в эту категорию? А, нет. Ну, жена, нет. Ну да. Нет, вы. Я, ну если да, но у меня повестки нет, ничего как бы нет. А если повестка придет? Ну придет, а куда деваться? Придет, Ну пойду. да. Куда А деваться? как долго планируете здесь отдыхать? Не знаю, ну на отпуск. До 30 числа Да, пока да. планируем. 2 Плюс-минус недели. 1 день. А знакомых много переехало? В Казахстан, в другие страны? Не Переехало? знаю. Вы в связи с мобилизацией, да, уезжаете? Нет. Мы в отпуск. У нас ребенок уже утомился, нам надо ехать отдыхать уже. 12 часов с ребенком в машине. А на территории России большие очереди? 12 часов. 12 часов Да, и стоят. сейчас еще больше будет. Сейчас еще больше. Поехали. Всем привет. До свидания. Елге келіп жатқан ресейліктердің бәрі де геосаяси жағдайға қатысты тіс жармады. Олар Қазақстанда еңбек демалысын өткізуге немесе туған туысқандарына қонаққа келгендерін алға тартып отыр. Әйтсе де жолаушылардың басым бөлігі ер азаматтар және жас отбасылар екенін байқадық. Бұл жерде таксистердің саны күрт артып кеткен екен. Шыны керек, бұрын мұншалықты көп болмайтын. Жаңа жүргізушілердің өздері де айтып отыр. Кеше түннен бері шекарадан өткен жолаушылардың саны күрт артқандықтан біз осында келіп пайда табуға келіп отырмыз деп.
олардан камераға сұхбат жазу мүмкін болмады, келіспеді. Адам толып тұр еді. Камерамызды көргеннен кейін тығыла бастады. Шекарадағы ұзын-ұзындар кептеліске қатысты ұлттық қауіпсіздік комитеті де, шекара қызметі де ресми мәлімдеме жасаған жоқ. Сондықтан мән-жайға қатысты тоқетерін дөп басып айту әзірге қиын. Бұл жағдайға қатысты тақырыпты әлі де зерделейтін болам.